Өзбекстан либерал-демократиялық партиясы сайлауалды бағдарламасы текарында халқымыздың кітап оқуға болған сүйіспеншілігін арттыру, әдебиетқа қызығушыларды қолдап қуатлау мақсатында Дүрдана жойбары шүркелместірілген еді. Жойбар шеңберінде Кегейлі районында шасу болып өтті. Кегейлі районы мәлімдеме кітапхана орайы. Бүгін бұл орынға кітапты шын ықыласыменен сүйген замандастарымыз жиналды. Онда шығып сөйлегендер дүнияда идеологиялық күресілер, кейбір һәм рухи қауіп қатерлер күшейіп атырған бір дәуірде тәлім тәрбияны үзіліксіз түрде алып баруда кітаптың орны ұлы деп атап өтіп, баршаны кітап оқуға шақырды. Сондай-ақ жаңадан басылып шыққан кітаплар хақында мағлұматлар беріп өтті. Біздің кітапханамыз фонды жүда бай болып, әзірде 84 мыңнан астам фондқа ие. Пайдаланушыларымыз саны болса 20 мыңға шамаласты құрайды. Осындай сәубетлесу кешелері арқылы кітапханамызда пайдаланушылар санын артып қалмастан, олардың кітапқа болған қызығушылығын асыра алдық деп ойлаймын. Өткерілген ұшырасу кітапқұмарлық мәдениетін рауажландыру, мәлімдеме кітапхана орайларында пайдаланушылар санын көбейту, келешегіміз құрушылар болған жастарымыздың білім көндікпелерін асыру һәм кітапқұмарлар санын көбейтуде ахметлі болды.